жастар, міне шыдам бітті уже. Қайтадан отопление жоқ үйде, мына кеше істеп кеткендері мынау міне. Тоқаевтың жаңа Қазақстан. Они издеваются, что ли, не знаю. Вот там какие-то работы проводят зимой. Это издевательство вообще. 4 дня воды нет дома. Сегодня обратно, вчера со скандалом отключили. Вот. Снова ходят. Они зимой устраивают работу. Что они делали всю лето, я не знаю. Это издевательство просто. Сколько можно терпеть прогнивших власть? Қақаған қыста бұлар ремонт жасайды. Өздері қақсап жатыр, мына Маңғыстау областной акимат. Циклон болады деп. Неше күннен бері аяз. Тоқаевтың қақсап әр тесіктен айтады, жаңа Қазақстан не? Тағы отопление жоқ. Отопление жоқ, кеше айқай-шумен қосырдық. Митингке шығамыз деп. Бүкіл Маңғыстау жылу жүр. Мен подъездімде. Бүгін тағы мне айыртыста отыр. Отопление жоқ тағы үйде. 4 күннен бері су жоқ. Диспетчерлер жауап бермейді. На Маңғыстау жылудың бастығы телефон көтермейді. На бригадирлерде телефон көтермейді. Неге отопление жоқ тағы да? Отопление неге жоқ? Ан жері жарылған тұр ба? Жазымен не істеді? Соны жөндемей. Не істедіңдер? Жазымен жоқ, білмеймін, бастық жаңадан ауысқан. Жоқ, бастық кеше осы сөйлесейін десе қашып кетті менен. Осы жерге келіп тұрып қашып кетті. Енді телефон соқсам көтермейді. Диспетчерлерге соқсам адам жіберем дейді. Қайда? Бастықтарына барайық. Мынау не сұмдық бар ғой? Осы әдейі жасайды ау деймін, қыстың ортасында сөйтіп адамдарды жынды қылып. Жүр, бәрі шобырып бітіріп атқан қаямы да жоқ. Қыста бастайды ремонт. Бастықтарың қайда? Бастықтар. Сіз мына рабочийсіз ба? Суық дала, аяз. Қашанғы шығарайсыңдар білмеймін. Халыққа түсіндім, үйінде екі бастысын халқы да үндемей отырды ғой үйлерінде. Қорықпаңдар, билікке, сатқын билікке талаптарыңды қоюдан қорықпаңдар. Қашанғы шыдайсыңдар бескөлді. Қараңдар, не болып атқан. Отопление жоқ тағы. Труба жарылған. Шіріп атыр бәрі. Осыны жазда жөндемей, қақаған қысса именно аязда келіп жөндейді. Бастықтарым қайда? Қаяққа? Қайсысы? Қашып жүр ғой мен. Міне кешегі жігіт. Қайда? Неге диспетчерлер телефон көтермейді? Мен сізге звондадым, неге телефон көтермейсіңдер? Кеше түнде алдадым, адам жіберемін, су жоқ 4 күннен бері. Не жарықсыңдар? Не олар? Міне подъездерді айтпай ақ қойыңдар. Тоқаевтың жаңа Қазақстан шіріп жатыр, міне. Мұнайдың астында отыр, халықтың жағдайын қараңдар. Осы Тоқаев сөйлегенде жақсы ғой. Әрқайсымызда бір нефтяной качалка бар. Жұмыс жасағысы келмейді деп өтірік айтады халықты. Бастығы қашып жүр менен бар ғой. Кешеден бері қашып жүр. Телефон көтермейді, звондасаң диспетчерлерге. Мына жерде труба жарылып ағып атса да бұларға бәрібір халықтың жағдайы қызық емес бұларға.
құдамның да шегі бар. Жақсы оларды аяйсың, мына аязда жүр деп та, мына үкімет не бітіріп отыр, соны жазда жасамайды. Акимат зарлап жатыр, циклон болады деп. Еще именно циклон да келіп жөндейді ғой бәрін бұлар. Бастықтарың қайда? Сіз ба бастық? Жоқ, бастық қайда? Қайда? Осы жерде кетті деді ғой, ана жерде. Қайда? Мен прямой эфир түсіріп жатырмын. Мына жақта не болып жатыр? Жоқ. Неге қас? Жоқ, жазда неге жөндемейсіңдер? Соны айтыңызшы. Шіріп жатыр бәрі, шіріп жатыр, түсірдім ғой жаңа. Жоқ, жеңістік бермейді, шіріп жатқан жоқ. Қайда бастықтарын қашып кетті? Бастықтар қашып. Беті жоқ халыққа сөйлейді. Жүр бәрі міне қақаған аязда. Бұлардың ең кінәсі жоқ та, бірақ мына билік, сұмырай билік именно істеп отырғанын қара. Бұларға бәрі халыққа түкіргені бар бұлардың, бар ғой? Түкіргені бар. Не жүр бәрі шұбыр. Кімнің үйінде отопление жоқ, митингке шығайық, митингке шақырам. Мынау не масқара? Бастықтары келді ау. Қар жоқ, бірақ су өткір жел. Қылмыскер Тоқаев өтірік айтудан басқаны білмейді, қалмауыз. Шал болмаған. Тұқыммен кетсіз шал бар. Мынаған шыдап отқан халыққа таңғалам. Мынаған шыдап отырған. Үйлерінде 2-3 күн отопление болмаса да отыр ғой. Басығын түсірейін деп еді, кешеде қашып кетіп еді менен. Бәрі жүр осы жерде. Отопление қосып жоқ. Осылай достар. Жоқ, мына домдардың бәрінде жоқ ау деп. Туба жарып қойса. Алдында бірде-бір скамейка жоқ, міне. Бірде-бір скамейка жоқ, қараңдар. Не? Қол қысыр. Мынандай мәселелерді көтермейтінді сізге көрсетіп. Маңғыстауда тұрамыз. Нефтяная столица. Жүрсіңіз, мынау міне. Алтын сандықтың үстінде жалаң күтіп отырған адамыз ғой, жалаң күтіп. Замбалымыз 10 жерден жамау. Мына қарай қашып кетеді. Газ кешке дейін жүреді да, өйсіп қашып кетеді. Көршілердің балдары бар міне. Обал емес па, Низат? Обал емес па? Жақсы мен. Не, осылай достар. Мына билік өзгермей, халықтың жағдайы жақсармайды. Биліктің түкіргені бар, халыққа түкіргені бар. Қырып атқан жоқ па кеше қаңтарда? Соның өзінде халықты террорист, алқаш деп шығарып жатыр. Жалмауыздар, нағыз террорист, билікте отырған Тоқаевтан бастап, Назарбаевтан бастап, соның жағына итаяғынан шуынды жеп жүрген чиновник. Ой, әкімдер дейтін қалталарына 2 миллионнан ақшаны салып алғанда
Бұларға не керек? Ол халықтың жағдайын жасамай. Қатып қалдым мен. Үйге кірейін. Осындай жаңа Қазақстан. Баяғы ескі шіріп атқан Назарбаевтың Қазақстаны ештеңеде өзгерген жоқ 5 жылда. Тоқаевқа 180 күн сұрап жүрген ана Маңғыстаудың сатқындары бар ғой. Қайыбында қараңдар осы екен. Сұрадыңдар ғой 180 күн сүмірейіп сол шалдың сөзін сөйлеп сол жалмауыз. Алардың бастықтары жерге тұрып қалды. Аяз жаман 5 минуттар ана қатып баратырмын. Солай, достар, жақсы осымен эфир аяқталды.